Сәлеметсіз бе баршаңызға. Бүгін осындай лимонный пирог пісіреміз. Ішінде лимон, апельсин начинкасымен. Ұнымызды алдық, оған разрыхлитель қостық, 1 чай қасық, сода қостық, жарты чай қасық, тұз қостық. Бәрін араластырып алып, одан кейін барып ұнымызға 300 грамм ұн, 150 грамм сары майды ұнға араластыра отырып, үкіштен өткізіп аламыз түгелімен сары майымызды. Одан кейін 2 жұмыртқа қосамыз бұған. 2 жұмыртқамызды қосып, 70 грамм 80 граммдай қант саламыз үстіне. Сөйтіп тез тестамызды илейміз, майымыз еріп кетпеу керек. Илеп, жақсылап тестамызды екіге бөлеміз. Бір бөлігі үлкендеу болу керек. Екінші бөлігін жайып, формамызды майлап, қай жерде пісіреміз. 1 сантиметрдей болу керек қалыңдығы. Формамызға салып,